Баршаға ассалаумағалейкум достар. Бүгін Александр Пушкин сынды ұлы тұлғасымен мақтанатын Ресей жайлы айтқымыз келіп тұр. Ресей елордасы Мәскеу, ел президенті Владимир Путин. Ресей жер көлемі бойынша әлемде бірінші орында алып жатқан мемлекет. Әлемде жер көлемі үлкен мемлекет Ресей Федерациясы. Қырымды қоса есептегенде жалпы аумағы 42. Ресей жері Еуропа және Азияда орналасқан. Жер көлемінің 77% Азияда. Ресей халық саны бойынша Бангладештен кейінгі 9-шы орында жайғасқан. Халық саны 147.190 адамды құрайды. Ресей жыл сайын 7% жылдамдықпен өсуде. Ол дегеніміз біршама елдерден басым түсіп тұрғаны белгілі. Ресей қазіргі таңда біршама елдермен көршілес жатқан мемлекет. Айта кетсек, Қытаймен, Солтүстік Кореямен, Моңғолиямен, Қазақстан, Әзербайжан, Грузия, Украина, Финляндия, Белоруссия, Эстония, Латвиямен, Литвамен, Польшамен, Норвегиямен және Жапониямен шектесіп жатқан ел екені баршамызға белгілі. Ресей туралы қысқаша ақпарат бердім деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Жүсіпбай Данияр Беркінбайұлы. Жақсы күндеріміз, жақсы сәттеріміз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, бөлісуді ұмытпаңыз досым. Сіздермен бірге болған мен Данико. Аман болыңыздар.